Құрметті достар, менің есімім Рахмет Байжан, шахмат тренерімін. Қазіргі таңда Алматы қаласында офлайн және де онлайн түрде шахмат сабақтарын беріп жүрмін. Иә. Сіздермен бірге қосымша осындай YouTube каналдан өзімнің тағы да курстарым бар, онлайн түрде тактикалық курстар. Яғни шахмат ең бірінші маңызды нәрсе тактика ғой. Егер тактика мен стратегия жақсы болатын болса, онда кез келген ойыншымен жақсы ойнап, жақсы деңгейде ойын көрсетіп, өзіңнің мықты екенін дәлелдей аласың. Соған байланысты мен тактикалық курсты жасап жатырмын, тағы да курстарым бар. Құрметті достар, бүгін біз гамбит мора, ақтар мен гамбит мора ойнаймыз. Ойыннан кішігірім партияның өзімді көрсетеміз. Және де қаралар мен сицилианский защита, оның ішінде дракон. Дракон ол деген қалай қазір көрсетеміз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде достар каналыма тіркеліп, менің басқа да видео сабақтарын көріңіздер. Итальян партиясы, скандинав қорғанысы, қосат қорғанысы бар. Өте қызықты партиялардан мен түсірген болатын, және де өте мықты шахматшылардың сабақтарын түсіргенде оған қарап көрсеңіздер болады. Және де комментарияға жазып кетіңіздер, келесі сабақта қандай видео сабақ түсіреміз. Так, біз бастадық. E4 жүрдік, E5 жүрді, яғни мынау сицилианский защита. Сицилиан қорғанысы. Біз центрді береміз. Мынау Д4-ке сарбаз жүрдік, ол мынау сицилианский защитаның негізгі идеясы, мынау Д полясындағы сарбазға айырбастап алу. С-дағы сарбаз Д полясына айырбастап алу. Енді бізде гамбит мора әртүрлі бағытта жүреді, соның бірегейі деп мына партияны келтіріп болады. Бұл гамбит мора басқаша да өзгеріп кете береді, бірақ бізде бір қызықты вариантты көрсетейін жатырмын сіздерге. Бір сарбазды тегін бердік, және де екінші сарбазды тегін бердік, оны атпен жейдік. Енді осы позиция кезінде мына центрдағы сарбазға алмай жүрмеу үшін атты жүріп алады. Теориямен. Енді ол мақсаты орталық центрді бақылап тұру. И потом кез келген уақытта Б4 алаңына келіп нападение жасауға болады. Әртүрлі. Енді осы кезде біз келесі атты шығардық. Яғни гамбит мораның негізгі идеясы екі атты шығарып алады да, екі ат өте мощный позицияда орын алып, және де одан кейін тілдерді ойынға қосамыз. Сосын екінші тіл бар, сосын уәзір бар, екі ладьяны, екі тураны дейді, біз қазақ тілінде тура ғой. Тураны орталық алаңға, яғни уәзірге, патшаға қарай туралап шабуылдасамыз. Яғни ақтар гамбит мораның мақсатының, гамбит мораның негізгі мақсаты бір сарбазды тегін бере отырып, бірақ шабуылды, жақсы шабуыл ұйымдастыру. Енді осы кезде дракон, яғни мына сарбазды алға қарай жүрсін. Яғни бұның идеясы мынау ұзын диагоналды қара түнмен бақылау, өте мықты ойын ол кезде. И сосын Д6 жүрісін жүріп, мына тілді мына жаққа, немесе Б6 жүрісін жүріп, тілді мына ұзын диагоналға бағыттап, өте екі тілді жақсы ойнатып, сосын атты центрға қойып, жақсы позиция ұстау. Сосын қаралар асықпай рокировка жасап, тураларды уәзір қаптал жағына, сол қапталмен шабуыл жасауға әрекет жасау. Бұлардың негізгі идеялары. Енді осы кезде патшаны қысқа жаққа рокировка жасайтынын білеміз. Сондықтан біз не істейміз? Рокировканы бұзу үшін бірден шабуылға көшіп кетеміз. Келесі жүрістен мына жерде патшаның алдындағы сарбаздардың қатарын бұзуға әрекет жасап жатқанын түсініп, мысалға атпенен қорғауы мүмкін. Бұл негізгі теориялардың бірі. Атты қояды, сарбаз келсе, оны атпен жейміз, сосын тура жесек сарбаз бар деген сияқты. Келесіде тілді жүреді, рокировка жасайды. Бұл қараларында жақсы позиция болып тұр. Бірақ біз кеттік, ол аттың жегеніне қарамаймыз, қорықпаймыз, тураның алдын ашуымыз керек. Кеттік, атпен жесін. Біз
Құрметті достар, қараңыздар осы жерде. Мына тураны біз атқа жертва жасадық, яғни качествоны бердік. Осы кезде мына сарбаздың жеді, біз атпенен шабуыл жасадық. Наполеонға егер қараңыздар, мына сарбазды келетін болса, уәзірмен мат қоямыз. Енді мына ат қауіпті. Келесі жүрісте піл және де уәзір баратын болса, Наполеонға өте мықты шабуылдар ұйымдастыруға болады. Сондықтан бір-бірінің атқа қарай Наполеонға шабуыл жасасын. Осы кезде уәзірмен ашпес жеңіс. Егер біздің атымыз десе туасын жеңіс. Жаңағы біз қорамызды құрбандыққа шалдық, бірақ өзіне мықты шабуыл ұйымдастыруға әрекет жасап жатырмыз. Қазіргі таңда тураны егер береді, бермесе, мына жерден мат қоюға әрекет жасап жатырмыз. Бұл маттан құтылатын жалғыз ғана жол, ол әрине атты беске жүру. Енді бір қызық нұсқалар болады. Кейбір ойыншылар ойнайды, пілді С4-ке жүреді, яғни ол F7 алаңына өте қатты күш түсіреді. Мысалға бұл пілді ат жеп қояды ғой дейтін болсақ, біз уәзірмен мат қойып қояды. Сондықтан ат жей алмай қалады. Бірақ ойын аздап өзгеруі мүмкін, басқаша өзгеруі мүмкін. Сондықтан біз не істейміз? Бұл жерде біз мына жерде бір связка тұр, енді екінші бір связканы деген яғни байлау тәсілі. Бізді Б5-ке жүреміз. Бұл жерде патшаны екі жақтан байлап, және де өте патшаға орталық алаңға, яғни рокировка жасамай тұрған кезінде қысым көрсетеміз. Енді бұл пілге шабуыл жасап, кез келген фигура шабуыл жасап жатқан кезде оны қуып жіберсе, онда кей шабуылдардың бетін қайтаруға болады. Сондықтан А6 жүрсін. Атқа уәзір пілге шабуыл жасасын. Егер бұл пілді артқа қайтарсақ, мына сарбаз келеді, артқа қайтарсақ, уже темппенен мына сарбаз піл ойынына қосылуға әлден мүмкіндік алады, және де сосын орталық алаңға сарбазды жүріп қойып, қорған жасап қою мүмкін. Енді құрметті достар, осы кезде өте керемет жүрістердің бірі атты E6-ға. Мына сарбаз жей алмайды. Екі жақтан байлау тәсілімен байланып тұр. Өте керемет. Қараңыздар. Енді біз уәзірге шабуыл жасап жатырмыз. Ол біздің пілімізді жегеніміз, уәзір жеп қоямыз. Ал енді қаралар уәзірді қашу керек. Уәзірдің баратын жолы тек қана біреу, екеу ғана. Көрейік. Қайсысына жүру мүмкін? Әрине, менің ойымша мына жерге жүреді деп ойлаймын. Өйткені бұл жерге жүретін себебі мына фигураға және мына фигураға қос соққы жасап бір фигураны ұтып алу керек. Көрейік, осы нұсқа кезінде біз не істейміз? Ойланып көрейік. Мына жерде тағы да бір керемет шабуылдардың бірі атты Б5-ке жүреміз. Атты Б5-ке. Бір шабуыл, мынандықта екі фигураны біз не істедік? Тегін беріп жатырмыз. Құрметті достар, өте қараңыздар. Барлық бір-бірімен шиеленісіп кетті. Енді неге? Мына жерде егер шақ берсе не болады, немесе мына фигураны жесе не болады, әлде мына фигураны жесе не болады? Көрейік. Егер мына фигураны жесе, біз атпенен шақ және де билка уәзірді ұтып аламыз. Көрейік. Болмады. Егер мына фигураны жесе, тағы да мына фигурамен шақ, сосын біз уәзірді тағы да ұтып алады екенбіз. Енді бізде уәзірді мына полердан, С жердегі полердан баратын қандай нұсқа бар еді? Мына жерден бізде қазір екі фигура шақ беріп, тураны жеп алайын деп тұр тегін. Сондықтан мына жерден біз шақ беріп қарайын десек, пілді
д екіге жүріп кімнің қорғап және де уәзірді ұстап алады екенбіз. Уәзірдің басқа баратын жері жоқ. Амалсыздан не істейді енді? Монополия жабық жеп қоямыз, монополияны жеп қоямыз, монополияны жеп қоямыз. Либо ол бізді дейді, немесе мына фигураны дейді. Қайсысын десе де, бізге мынаны десе, бізде келесі жүрісте ат пенен шах патшағызса уәзірді жейміз, и десе бізде енді ары қарай орталық центрдағы атты жеп сосын уәзірі барады, немесе тұрғаны жейміз. Құрметті достар, қаралар осы кезде өзінің жеңілгенін әбден мойындайды. Енді бір сәтке видеоны қайталап, артына қайтарып, дұрыстап, тактикалық шабуылды көріп алыңыздар. Қалай ұйымдастырылды. Бәрі бірінен соң бірі. Бастапқы жерде не болды? Мына сарбаздан басталды, ары қарай міндетті түрде көріп алыңыздар. Бұл жағдайды шынымен өтіп қолдансаңыздар болады. Әбден мүмкін. Бұндай ойындар көп жерде кездесіп жатады. Мысалы, көбінесе міндетті стилянский зачетта бірақ оны ойнағанды жақсы көремін. Өйткені бұл жерде қара піл өте мықты ойнайды, ақ пілде өте жақсы ойын көрсетеді. Сондықтан менде және көп ойыншылар осылай партияларды ойнап жатады. Сіздер осы партияны қолданып көрсеңіздер болады. Құрметті достар, келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Келесі қандай видео түсіретінімді комментарийға жазыңыздар.